Қазақстанға танымал актриса продюсер Дариға Бадықова 1985 жылы 1 желтоқсанда Жамбыл облысы Мойынқам ауылында дүниеге келеді. Жастайынан өнерді жақсы көрген екен. Ауылындағы тойлардың барлығынан әке-шешесімен еріп қалмайтын болған. 5 жасында «Сүйем сені» деген әнімен хит болады. Дариғаның есімін әкесі көрші апаның есімімен ырымдап қойған екен. Көрші апаның өлең айтқанда даусы керемет болған екен. Дариғаның бір сұхбатында ауылындағы тойлардан сыйлықсыз қайтпайтын болған. Сиыр, жылқы сыйлаған. Тіпті бірінші табысым бір қап пияз болған деп өзі де күліп еске алады. 7 класс оқып жүрген кезде бір кісілер оған өнеріне риза болып үйде сыйлаған екен. Актриса көптеген фильмдерге түсті. Өзінің тәжірибелігімен, әртістік шеберлігімен көрерменнің көзайымына айналып үлгерді. Тракторшының махаббаты сериалында, Махаббат кафесі, Ва-банк фильмінде, Хотя бы кинода, Келінжан және Бизнес по-казахски сериалдарында, сондай-ақ көршілерде, Әкеге апарар жол фильмінде және Ата-ана бала-шаға сериалында тағы басқа көптеген фильмдерге түседі. Көрермен жылы қабылдаған Күйеу бала сериалында ол өзінің өмірлік жарымен бірге киноға түседі. Ал Келінжан сериалындағы Қарашаш деген қызы ол өмірдегі де қызы. Яғни Дариғаның отбасы өнерлі отбасы. 2023 жылдың 1 желтоқсанында үлкен экрандарға жол тартқан Дариғаның өзі продюсерлік жасаған «Таптым-ау сені» фильмі үлкен табыс алып келеді. Яғни 2 миллиардтай ақша түседі. Бұл фильм жарыққа шыққаннан кейін әріптесі Олжас Абай екеуі «Тастаймын-ау сені» деген фильмді шығарады. 2 күн алдын актриса-продюсер Дариға Бадықова сынға қалады. Себебі ол әлеуметтік желіге көрермендерді шетелдік мультфильм Муанаға емес, қазақ продюсерлерінің шығарған киносын, яғни қазақ киноларын көруге үндейді. Дариғаның бұл сөзінен кейін қарапайым халық Муанаға барса, балалармен бірге барып көріп жатқанын айтып пікірлерін білдірді. Қазірде Қазақстанда Дариға Бадықованың «Таптым-ау сені» 2 фильмі мен Муана мультфильмінің қазақша аударылған түрі қатар беріліп жатыр. Бұл жерде Дариғаның ойы қазақты қазақ қолдасын деген еді. Жалпы комедия көрген жақсы. Қазір мынау алмағайып қиын заманда халық сәл де болса көңілі көтеріліп қалады. Сондай-ақ талантты режиссерлар Рүстем Әбдірашевтың «Қазақ хандығы» фильмі, Ақан Сатаевтың «Томирис» және «Жаужүрек мың бала» тарихи фильмдері, Анаға апарар жол фильмі, тағы көптеген басқа фильмдер керемет түсірілген. Бір емес бірнеше рет көруге тұратын фильмдер. Халық комедиямен қатар тарихи фильмдерді де сүйіп көреді. Себебі тарихтың аты тарих. Сөз соңында қазағымыздың атын шығаратын шетел экрандарына да жол тартатын керемет фильмдеріміз көбейе берсін дегім келеді. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы видео ұнаған болса лайк басып, пікірлеріңізді төменге қалдыра кетіңіздер.